Бәріңізге ассалаумағалейкум. Шұғыл ақпарат. Түркияда тағыда жер сілкініп, қаза тапқандардың саны 12 мыңнан асып, 40 мыңға жуық халық жарақат алды. Түркияның 100 жылдық тарихында болмаған бұл сұмдық зілзала туралы не дейміз? Жер сілкінсе тағыда қай мемлекеттерде орын алуы мүмкін? Қазақстанның қай өңірлеріне қауіп төніп тұр? Алматы қаласына жер ана дүмпуінің жетіп келу ықтималдығы қандай? Түрік ағайындар қара жамылып отырса, Стамбулда өздерінің ақылдарын алаңсыз сатып жүрген қазақ апалары кім? Бұл туралы өте өзекті ақпараттарды сізге көрген дұрыс. Оу, біздің көңілі жайсан көрермендер. Лайктарыңызды аямай басып арнамызға тіркеліп, барлық әлеуметтік желілерге тарата отырыңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз бізге зор шабыт пен еңбегіміздің үлкен жемісі болып табылмақ. Кеттік ендеше. Түркиядағы екі жойқын жер сілкінісінен қаза тапқандардың саны 12 мыңнан асып жығылды. 40 мыңға жуық адам жарақат алды. Бұл туралы Анадолу агенттігі жариялады деп хабарлайды Адырна ұлттық порталы. Түркия үкіметі жанындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою басқармасы апат аймағының мәліметінше, кеше жергілікті уақытпен түнгі сағат 3:30-дарда Түркияда тағы да 4 балдық жер сілкінісі болды. Түркияда болған зілзалалар қабырғамызды қайыстырып кетті. Президенттің бастамасымен бауырлас халыққа көмектесуге 2 мәрте құтқару тобы аттанды. Ресми мәлімет бойынша 6 мыңнан астам құрылыс нысаны жермен жексен болған. Жаман айтпай жақсы жоқ деген. Біріккен ұлттар ұйымының Еуропадағы төтенше жағдай жөніндегі елшісінің айтуынша қаза тапқандардың саны 20 мыңға жетуі мүмкін. Тәжірибелі мамандардың айтуынша зардап құрбандар алғашқы өлгендердің санының 8 есесіндей болады. Адам шығынын азайту үшін бір апта ішінде құтқаруға бар күшті салу маңызды. Қазақ елінің көмегі де дер кезінде жасалып отырғаны соны аңғартты. Түркияның жер сілкінісінің ошағы екені белгілі. Соңғы 100 жылда бауырлас елде құрбандар саны 3 мыңнан асқан, қуаты 7 балдан жоғары 10 жер сілкінісі тіркелген. Мамандар жер сілкінісінің көп болуы жер түзілісіне байланысты дейді. Түркия Араб түбегі мен Еуразия құрлығының арасында орналасқан. Жер бетінде болатын жер сілкінісінің 10% құма толқын сипатында желілес болады екен. Дүмпу ошағы толассыз туындай беретін мұндай зілзаланың зардабы ауыр болады екен. Түркияда болған осы жолғы жер сілкінісінде мамандар соған жатқызған. Екі дүмпу ошағының ара қашықтығы 96 шақырым болған. Әлем елдігіне, Орта Азияға орналасқан біздің жағдайымыз нешік? Қазақстан төтенше жағдайлар министрлігіне қарасты сейсмологиялық тәжірибе әдістемелік экспедициясы серіктестігінің станциялар желісі кеше Шымкентте күші 2-3 балл жер сілкінісі байқалды деп хабарлады. Жер сілкінісі Астана уақытымен сағат кешкі 7-де болған. Магнитудасы 5,4 болатын зілзала кіндігі Шымкенттен ондаған шақырым қашықта Темірлан тауының маңында тіркелген. Жер сілкінісінің энергетикалық класы 11,7 болған. Сейсмологиялық тәжірибе әдістемелік экспедициясының мәліметі бойынша Темірланда 3 балл төңірегінде тербеліс сезілсе, ал Тараз қаласында да 2 балдық сілкініс болған. Мұның кешегі қайғылы жер сілкінісімен байланысы бар ма? Қазақстанның оңтүстігі мен оңтүстік шығысы сейсмикалық қауіпті аймақта екені белгілі. Әсіресе тарихта Алматыда қуатты жер сілкіністерінің болғаны жайлы әңгімелер толастаған емес. Тау басындағы бүкіл қаланы шайып кететін алып тоспаларды айтпағанда, Әл-Фараби желтоқсан көшелері мен Сайран жақтағы каналда тарихтағы алапат дүмпулерден қалған жер жарықтарының бар екені жұртқа белгілі шындық. Ол көшелердің бойында жағасында бүгінде зәулім тұрғын үйлер бой көтерген. Жалпы Алматы қаласы жайлы не білеміз? Мамандардың сөзінше сан ғасырды бастан өткерген алып шаһар соңғы 30 жылда ғана 2 рет толықтай қирап, қайта тұрғызылған. Бүгінде сұлулығы көз тартатын алып мегаполис тек Қазақстанның ғана емес, әлем халқы сүйсіне қарайтын қалаға айналды. Ғалымдардың пайымынша Алматы қаласы орналасқан өңір сейсмологиялық апатты аймақ. Бірінші рет 1887 жылы жер сілкінісі болып 236 адамның өмірін қиып кетсе, бұл оқиға 2 жылдан кейін 1889 жылы тағы қайталанған. Одан соң 1910 жылы 22 желтоқсанда 9 балдық жер сілкінісі болып, 44 адам қаза тапқан. Ал қираған ғимараттарда есеп жоқ. Егер сол кездегі 9 балдық жер сілкінісі бүгінгі таңда орын алар болса, Алматы қаласында 25 мың ғимарат құлап, 100 мыңнан астам адам шығыны болуы мүмкін дейді Жапон ғалымы Сега Васюка. Әрине, апат айтып келмейді. Бұл жер сілкіністері еліміз үшін соңғысы болсын деп тілейміз. Алайда арқаны кеңге салмай, қашанда сақтықты күшейтіп тосын жағдайға қамданып жүргеніміз ләзім. Әсіресе құрылыс саласындағы жемқорлықтарды түбегейлі жою қажет.
Түркияда білім алып жатқан қазақ елінің студенті, болашақ халықаралық бағдарламасы стипендияты Әсем Ережек қызы Түркияда болған апатқа және кейбір қазақтардың қылықтарына қатысты пікір білдірді. Қазақ қызын адамдардың қиын кезеңдегі әрекеті ойландырған. Автор өз жазбасында адамгершілік тақырыбын сөз етеді. Болашақ халықаралық бағдарламасы стипендияты Әсем Ережек қызының жазбасы. Сілкініс таңға дейін толастаған жоқ. 52 минут бұрын ғана 500 сілкініс тіркеліпті. Түнімен көз ілмей жаңалықтарды аңдып отырмыз. Стамбулдағы апаларымыз болса дым болмағандай ССС деп тікелей эфир өткізіп, өздерінде жоқ ақылды аңқау жұртқа саудалап өліп бара жатыр. Айналасы астан-кестең болып жатқанда қалай ұялмайды екен? Ұлтымызға ұят әкелетін шіріктер-ай, деді Әсел Ережек қызы. Автордың жазбасын оқырмандар пікір қалдыруда. Ол апаңдікі нағыз атың шықпаса жер өртенікі. Орта жасқа келіп қалды. Енді осы әрекеттер үшін атын тіпті естімесек жөн болар еді. Баяғы алғашқы атақ абыройы биік еді ау. Жаны ашымастың қасында басың ауырмасын деп осындайларға айтқан шығар дана халқым. Әсем қыз, аман есен бол. Сіз үшін көрген дұрыс.